Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 3-ші сынып 51-ші сабақты өтеміз. 1-ден 8-ге дейінгі есептерді шығарып көрсетемін. Бірінші тапсырма, есепте жауабын кему ретімен атасаң, уақыт туралы мақалды оқисың деді. Енді бізде осы есептерді шығарамыз. 9-ға 7-ні көбейтеміз 63, 6-ға 9 көбейсек 54, 7-ге 8 көбейсек 56, 8-ге 8 көбейтсек 64-ке тең болады. Енді оларды біз өсу ретімен, кему ретімен орналастырамыз, иә? Кему ретімен орналастыру үшін біз ең үлкен саннан бастап кіші санға дейін жазып шығамыз. Сонда 64 ол бізде 8 көбейту 8-ге келіп тұр. 8 көбейту 8, иә? Сонда 1 минутта деген сөзді бірінші жазамыз екен. 1 минутты бос жіберсең, 1 сағатта жоғалтасың деп шығады сонда мақалымыз. Енді келесі тапсырмада жалпы массаны, бір заттың массасын, заттың санын қалай табатынын есіңе түсір дейді. Яғни біз өткен сабақтарда жалпы массаны, санын табуды үйренген едік. Енді соны есімізге түсірейік. Ж, М деп белгілейміз жалпы массасын, яғни тек қана бас әріптерімен ғана белгілейміз. Жалпы массасын табу үшін біз массасын санына көбейтеміз. Массаны масса М деп белгілейміз, санын С деп белгілейміз. Енді массасын табу үшін жалпы массасын санына бөлеміз, санын табу үшін жалпы массасын массасына бөлеміз. Енді келесі тапсырмада есепті шығар. 1,9 жәшікте 54 килограмм жүзім бар. Сондай 3 жәшікте қанша килограмм жүзім бар дейді. Бізде саны 9 жәшік болғанда 54 килограммға тең дейді. 3 жәшік болса қанша килограмм және массалар бірдей. Енді массаларын тауып алайық. 9 жәшік 54 килограмм деген ақпараттарды пайдаланып, сонда жалпы массасы 54 килограммға тең, саны 9, екеуін білсек 6 килограммға тең болады. Демек, бізде бір жәшіктің массасы 6 килограмм екен. Енді екінші 3 жәшіктің жалпы массасын табайық. Ол үшін массасын санына көбейтеміз, сонда 18 килограммға тең болады. Жауабы 3 жәшікте 18 килограмм жүзім бар. Енді келесі тапсырмада кесте бойынша есептер құрастыр және оларды шығар дейді. Бір жәшіктің массаласы бізде бірдей бірінші есепте А нұсқасында, және 6 жәшік болған кезде 48 килограмм, 9 жәшік болса бізде белгісіз жалпы массасын осыны табу керек бізге. Енді массасын табамыз. Массасы бізде 48-ді 6-ға бөлеміз 8 килограмм, жалпы массасын табу үшін 8 килограммды 9-ға көбейтеміз. Яғни массасы мен санының көбейтіндісіне тең 72 килограммға тең болады. Демек 9 жәшік 72 килограмм болады. Және бізде бір жәшіктің массасы 8 килограммға тең болды. Енді келесі А нұсқасында бізде бір жәшіктің массасы 9 килограмм және жалпы массасы 72 килограмм деп тұр. Бір жәшіктің массасы белгісіз болған кезде жалпы массасы 56 килограмм және бізде сандары бірдей деп тұр. Енді санын табу үшін біз жалпы массасын бөлеміз 9-ға, яғни бір жәшіктің массасына бөлеміз, сонда 8 дана шығады екен. Енді келесі массасын табу үшін 56, яғни жалпы массасын бөлеміз санына, сонда 7 килограммға тең болады. Енді келесі Б нұсқасында бір жәшіктің массасы 6 килограмм және 9 килограмм болсын. 6 килограмм болған кезде оның саны 9 жәшікке тең болады екен. Ал бізде 9 килограмм болса қанша жәшік, соны табуымыз керек. Бұл жерде жалпы массалары тең. Жалпы массасын табатын болсақ, массасын санына көбейтеміз, 36 килограммға тең болады. Санын табу үшін жалпы массасын массасына бөлеміз, 4 жәшік шығады екен. Сонда 4 жәшік 9 килограмм болады екен. Бір жәшіктің массасы 9 килограмм болып тұр, ал жалпы массасы бізде 36 килограммға тең болды. Енді келесі тапсырмада өрік тосабын қайнату үшін 9 килограмм қант, ал бүлдірген тосабы үшін 12 килограмм қант қажет болды. Егер бір қапшықтың массасы 3 килограмм болса, онда қанша қапшық қант жұмсады деп тұр. Демек бізде өрік 9 килограмм қант жұмсаған, бүлдірген 12 килограмм қант, қапшық 3 килограмм, бір қапшығымыз 3 килограмм. Енді қанша қапшық жұмсалды, соны табуымыз керек. Ол үшін 9-ды 3-ке бөлеміз, сонда 3 қап. Бұл өріктікі, өрікке бізде қанша қап кететіні белгілі болды. Демек бізде 3 қап кетеді екен. Енді келесі бүлдіргендікі бізде 12-ні 3-ке бөлеміз, яғни 12 қант деп тұр, соны біз 3-ке бөлеміз, бір қапшықта 3 килограмм.
сондықтан 3-ке бөліп жатырмыз. Сонда бізде 4 қап болады. Бұл балдырған. Енді барлығын табу үшін осы өрік пен балдырғанның қаптар санын қосамыз. Сонда 7 қапқа тең болады. Жауабы 7 қап. Енді келесі ән нұсқасында көкөніс сатушы асқабақты 1/6 бөлікке бөлді. 6-дан 1 бөлігін сатты. Егер асқабақтың массасы 12 килограмм болса, онда қанша килограмм асқабақ қалды деп тұр. Демек бізде мына жерде осыны біз асқабақ деп қарастырайық. Оны осылай 6 бөлікке бөлген екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 бөлікке бөлінген. Енді осының бізде 6-дан 1 бөлігін сатты деп тұр. Яғни 6 бөлік болатын болса, осының тек қана 1 бөлігін сатқан екен. Енді бізде асқабақтың массасы сондай-ақ 12 килограммға тең. Сонда қанша қалды деп тұр. Қанша килограмм қалды? Демек 12-ні 6-ға бөлеміз, яғни 6-дан 1 бөлігін табу үшін бөліміне бөліп алымына көбейтеміз. Сонда 2 килограммға тең болады. Демек бізде әр қайсысы 2 килограммнан екен. Әр қайсы бөлігіміз. 6-дан 1 бөлігіміз 2 килограммға тең. Енді 12-ден азайтамыз 2-ні, өйткені 12 бізде барлығы болып тұр. Осының барлығы бізде 12 килограмм бір асқабағымыз. 12-ден 2-ні азайтсақ 10 килограмм. Демек 10 килограмм қалды. Енді келесі тапсырма Б нұсқасында сызбаға қарап кері есеп құрастыр. Демек бұл жерде жаңа көкөніс сатушы асқабақты 6 бөлікке бөлген, дәл осылай сатты, ол 6-дан 1 бөлігін, яғни ол бізде 2 килограммға тең деп аламыз. Әр қайсы 2 килограммға тең деп алатын болсақ, сонда қалды бізде. Енді мына жерде қалғандар, яғни ол бізде боялмай қалған жақтары, ол бізде 10 килограммға тең дейді. Енді бізде барлығын табу керек. Мынау бізде 10 килограмм болса, мынау бізде 2 килограмм болса боялған жағы, демек 10-ға 2-ні қосамыз, сонда 12 килограммға тең болады. Демек жауабы асқабақ 12 килограмм болады. Енді келесі өрнектердің мәнін тап. Бірінші есепте 69 азайту 68, бірінші жақша ішіндегі өрнек есептелінеді, екінші көбейту амалы, сонда 8-ге тең болады. Келесі 54-ті 6-ға бөлеміз, бірінші, екінші азайту амалы орындалады, сонда 11-ге тең болады. Келесі бірінші жақша ішіндегі өрнек, екінші бөлу амалы орындалады. Келесі 5-ті 8-ге көбейтеміз, бірінші, екінші азайту амалы, сонда 1-ге тең. Келесі 8-ді 4-ге бөлеміз, 2-ге тең болады, 2-ні 6-ға көбейтсек, бұл екінші амалы 12-ге тең болады. Бірінші жақша ішіндегі азайту амалы, екінші бөлу амалы орындалады, сонда 3-ке тең болады. Келесі 55 қосу 26, бірінші, екінші бөлу амалы орындалады. Келесі бірінші бөлу, екінші көбейту амалы. Келесінде жақша ішіндегі амал орындалады, бірінші, екінші бөлу амалы орындалады. Енді келесі тапсырмада бөлшектерді өсу ретімен орналастырып мақалдарды оқы деп тұр. А нұсқасында бізде өсу ретімен, яғни алымы ең кішісі бізде ең кішісі болады, алымы кішісі кіші болады. Сондықтан бізде өсу ретімен деп тұр. Демек бізде кіші саннан бастап үлкен санға дейін жазып шығамыз. Ең кіші санымыз 14-тен 1, келесі үлкен санымыз, одан кейінгі үлкен санымыз 14-тен 3, келесі 14-тен 8, 14-тен 12. Енді үстінде тұрған әріптерді астына жайғастырып жазып шығамыз. Сонда уақыт бізді күтіп тұрмайды деген мақал шығады. Келесі, енді бізде өсу ретімен орналастыратын болсақ, 12-ден 1, 12-ден 3, 12-ден 5, 12-ден 9, 12-ден 11 сандар болады. Енді бұл жерде бізде уақыт тас екеш, тасты да тоздырады деген мақал шығады. Енді келесі тапсырмада жақшаларды теңдіктер дұрыс шығатындай қой деп тұр. 8 қосу 40 бөлу 8 азайту 3 көбейту 2 тең 0 деп тұр. Демек бізде барлығында өрнектеріміз бірдей. Тек қана жақшаны басқа жеріне қойсақ, осы 0, 24, 12 деген сандар шығу керек. Біріншісінде 8-ді 40-қа көбейтеміз, осы жерге жақша қойылады. Екінші 3-ті 2-ге көбейтеміз. Осылай 2 жақша қоямыз. Үшінші амалда біз бөлу амалы орындалады. Төртінші азайту амалы, сонда 0-ге тең болады. Келесі бізде 8-ді 3-тен азайтамыз. Бірінші, екінші бөлу амалы, үшінші көбейту амалы, төртінші қосу амалы орындалады. Сонда 24-ге тең. Келесі 40-ды 8-ге көбейтеміз. Бірінші, екінші азайту амалы, үшінші көбейту амалы, кейін бізде қосу амалы орындалады. Сонда 12-ге тең болады мәні.
Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.